мына нәпсімен күресу деген нәрседегі, нәпсімен күресуді кейде біз ізденеміз. Нәпсімен күресу үшін қалай істеу керекпіз? Көп бір кітап оқығымыз келеді, үлкен. Түсіндіңіздер ме? Оның бәрі артық болады о жерде. Ең бірінші мына нәрсе бізде болу керек. Әрдайым нәпсіңе керісінше істеу. Нәпсіңмен күресу деген сол. Қиындатып әкететін тақырып бере жоқ. Нәпсіге керісінше істейсің, болды. Түсіндіңіз ғой. Мысалы, жаңағыдай бір ғайбат айтылатын сәт келіп қала ма? Айтқың келіп тұр екен, мына жақ негізгі тақырыбы оның ол. Кәсібі болып қалған да. Керісінше істейсің да. Бірақ ана не тілмен айтқанда ломка болады. Рас болады ол. Айтқың келіп тұрады ананы. Өзіңді өзің ұстап отырып, бір 15 минуттан кейін де айта жаздап қалып қайтып. Өйткені бұл үйреніп қалған да бұл. Біз сол кезде ғана біз сеземіз. Осы қашан керісінше істеу бізде басталады, сол кезде біз білеміз өзіміздің әбден бұзылғанымызды. Біз бұзылған сияқты емеспіз да ішкі дүниеміз. Бірақ біз көп бұзылғанбыз. Тез ашуланып кетеміз біз. Неге? Еркекпіз. Көрсету керек еркектікті. Пайғамбарымыз салсам айтады, кімде-кім ашуын жұта саса, алады жаңағы әрдайым ашуланатын кезде ашуын жұта таса, қараңыздаршы, пайғамбарымыз салсам қандай тақырыпқа дейін әкелуге тырысып жатыр да, бізді сол ашудан тоқтату үшін, ызадан. Енді керемет нәрсе. Мен казама ғойзан, кімде-кім жаңағы ызаланайын деп тұрған кезде ызасын жұта саса, Раббысының алдында төмендеп. Юхауару яумал қиямати дейді. Минал хурил айни ма яша. Қиямет күні Аллах тағала адамдардың алдына жаңағы дәрежеге бөлеген кезде алып келеді де, хор қыздарынан қалағаныңды таңда деп айтады екен. Бірақ қандай сауаппен тоқтатып жатыр да пайғамбар салсам. Тоқтау невозможно болып кеткен. Үйреніп қалған біз еткені. Сондықтан хор қызы керек па? Азанын жұту керек. Қай жерде жұта алмай қалдыңыз, жазғырыңыз өзіңізді. Болды. Бір шанс кетіп қалды. Бірақ Алла тағала өмір берген, ертең қайтадан сондай шанстар қайталанады. Вот сол кездерде өзіңді ұстап қалсаң, түсіндіңіз ба? Сол нәпсі деген нәрсе осындай нәрсе.